эшрефтің арманы сериалының финалы қалай болмақ? Жалпы басты кейіпкер Эшреф Тек, ол өте кедейлікте өсіп, жетімдікті көріп, түрмеге түседі және етімер, яғни жетімдер тобының қылмыстық әлеміне араласады. Бірақ 14 жасында оның өмірін бір сәт қана жарқын еткен оқиға болады. Ол кездейсоқ бір сұлу қызды көріп қалады. Оның кедейлігінен қысылып, танысуға батылы бармайды, бірақ іште оны рөя, яғни менің арманым деп атайды. Жылдар өте келе Эшреф бай, қонақ үйлері бар, суық әрі мафия басшысы болып келеді. Оның бар, бірақ тек қана махаббаты жоқ болады. Ол әлі күнге дейін сол баяғы рөяны іздеумен болады. Эшрефтің балалық шағы автошеберханада, содан кейін оның есейгендігі салтанатты бай өміріне шұғыл ауысумен сипатталады. Эшреф қонақ үйіне Нисан есімді талантты, бірақ кедей әнші қыз жұмысқа тұрғанда мүлдем өзгереді. Олардың арасында сезім пайда болып, қатал мафияның жүрегі алғаш рет жабиды. Бірақ Эшреф екі үлкен құпиядан бейхабар еді. Біріншісі, Нисан оның өмір бойы іздеген сол баяғы есейген рөясы еді. Екіншісі, Нисан полицияда жасырын жұмыс істейтін полиция информаторы еді. Нисан Эшрефтің қылмыстық тобын құрту үшін ақпарат жинауға жіберілген тыңшы. Эшрефке қастандық жасалып, ол ауыр жараланғанда оны өлімнен дәл осы Нисан құтқарып қалады. Бұл Эшрефті оған дейін соған бауыр бастырып қояды. Махаббат үшін құрбандық. Кейіпкерлердің қарым-қатынасы махаббат пен жек көрушіліктің арасында тұрады. Нисан полиция алдындағы міндеті мен Эшрефке деген сезімнің арасында қиналып жүреді. Қылмыс әлемінде билік үшін қатал соғыс басталады. Бірінші маусымның соңы көрерменді шошытады. Нисанды қақпанға түсіріп, оған кісі өлтірді деген жала жабылады. Сүйіктісін түрмеден құтқару үшін Эшреф барлық кінәні өз мойнына алып, тапаншадағы Нисанның саусақ іздерін өшіріп, өзінікін қалдырады, полицияға беріледі. Эшреф түрмеге отырады. Нисан оған келгенде Эшреф оны қауіпті өлімнен қорғау үшін өтірік айтып, мен тек өз арманымдағы рөяны ғана сүйемін, сені емес деп өзінен оны алыстатады. Бірінші маусымның соңындағы драмалық сәттер тапанша, полиция сиренасы, Эшрефтің темір тор артында отыруы, Нисанның көз жасы. Екінші маусымда Эшреф бостандыққа шығады, бірақ қауіпті қайта төнеді. Сахнаға ең қауіпті жау старец ақсақал лақабатты криминалды әрі беделді адам шығады. Нисан өзінің сол баяғы рөя екенін және Эшрефтің ол үшін қандай құрбандыққа барғанын біледі. Ғашықтар қайта қосылып, Нисан жүкті болып, қыз босанады, бірақ мафия оларды жайына қалдырмайды. Ақсақал алдымен Нисанды, кейін олардың жаңа туған нәрестесін ұрлап әкетеді. Ол сәбиді өзі қылмыстық империясының болашақ мұрагері етіп қалдырғысы келеді. Эшрефтің арманы сериалының финалда 47-ші бөлімінде барлық құпиялар ашылып, шиеленіс шырқау шегіне жетеді. Жобаның кенеттен жабылуына байланысты сценаристер барлық оқиғаны осы соңғы серияға сыйдыруға мәжбүр болады. Эшреф өзінің барлық күшін жинап, батыл қадамға барып, ол Нисанды бас жауы криминалды авторитет старец, яғни ақсақалдың қолынан жұлып алады. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмайды. Ақсақал олардың жаңа туған кішкентай қызын ұрлап үлгереді. Эшрефтің Нисанды құтқару сәті, қарулы қақтығыстар, баланың ұрлануы тұстары орын алады. Ақсақал сәбиді өз қылмыстық империясының болашақ мұрагері етіп тағайындамақ болып, анасынан ажыраған нәресте тоқтаусыз жылай бастай береді. Ақсақал туған отбасының орнын басу үшін және сәбидің сеніміне кіру үшін өзі ойлағаннан әлде қиын екенін түсінеді. Ұзақ әрі азапты іздеуден кейін Нисан ақыры қызының қайда екенін тауып, оны бауырына басады. Ол үшін бұл сәт өмір бойы армандаған, көптен күткен бақыты мен тыныштығы еді. Нисан Эшрефтен кек алуды тоқтатып, отбасымен қалуын жалынып сұрайды. Бірақ Эшреф бас жауы көзі жойылмайынша, криминалды әлем оларды ешқашан жайына қалдырмайтынын жақсы түсінеді. Ол өткен өмірдің ескі есептерін бір жола жабуға бел байлап, сүйіктісі мен қызының қауіпсіз жерде қалдырып, Эшреф ақсақалға қарсы өзінің ең соңғы әрі қауіпті ойынын бастайды.
үлкен бір соғысқа өзі жалғыз аттанады. эшерефтің өз отбасының болашағы үшін жасаған батыл қадамымен сериал аяқталады. Кадир, яғни эшерефтің әкесі Якуб бабаны өлтіріп артқа жол жоқ екенін көрсетеді. Кюртал мен Гонжа болса осы хаостың ортасында ресми түрде үйленіп өз бақыттарын табады. Ирмак пен Фарук болса арадағы келіспеушіліктерді шешіп бірге қалуды жөн көреді. Финал осылай аяқталады.